Қайырлы күн достар, бүгін кезекте бізде пицца. Бұл пицца өте жылдам жасалады. Бұл Италия халқының сүйікті тағамы болып саналады. 10 минуттағына көтерілетін пицца. Мына видеода көріп отырған сіздердің осы пиццаның нанның құрамы. Ең алдымен ұнды елеп аласыздар. Еленген ұлдың бойында бізде кислород көп болады. Сол себепті нан жылдам көтерілетін болады. Алдымен келесі жылы суға ашытқының басын саламыз. Қантты саламыз. Араластырып 1-2 минут күтеміз. Сонымен біздің ашытқымыз дайын. Үстіне тұзды қосамыз. Майды қосамыз. Қасықтың көмегімен жұмсақ нан илейміз. Сонымен менің наным иленіп дайын болды. Бұл порциядан жалпы 3 пицца шығаруға болады. Нанды сразу осылай бөліп аласыздар да, микроволновканы 2 минутқа жылытып, 10 минут микроволновкада ұстайсыздар. Сол кезде нан тез көтеріледі. Сонымен, мынау менің пиццамның салмасы. Жалпы мен соусты өзім қолдан қайнатамын, кейінірек каналға рецепт түсіретін боламын. Жалпы мынау бізде орегано, базилик. Базиликті кептіріп алуларыңызға болады. Базиликтің дәмі ерекше дәмін келтіреді. Базилик бәрлеріңізде бар. Сол себепті осылай жасасаңыздар өте керемет болады. Жалпы пиццаны үйде қандай зат бар, сонымен жасай берулеріңізге болады. Нан бізде көтеріліп дайын болды. Біраз ұн себеміз де нанымызды жаямыз. Маған жалпы пиццаның нанның жұқа болғаны ұнайды. Сіздерге қалай ыңғайлы, сондай қалыңдықпен жайсаңыздар болады. Сонымен нанымыз дайын болды. Осылай домалақтап жайып табаға саласыздар. Алғашында соусты құямыз. Соусқа біраз оливковое масло или растительное. Сонда пиццаларыңыз сочный болады. Сол себепті май қосып жібересіздер. Соусымызды жағып болдық. Базилик себеміз біраз. Бұл дәмін ерекше келтіреді. Келесі орегано. Орегано обязательно. Базилик жоқ болса орегано жалпы магазиндерде сатылады, дайын түрі. Енді жалпы колбасаны ұсақтап өзім турап алдым, маған осындай несі ұнайды. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай турасаңыздар болады. Сырды мына обычный теркадан өткізесіздер. Духовкаға әбден пісқанша ұстайсыздар. Жалпы табаны духовканың ең астына ұстайсыздар. Температурасын духовкаларыңыз қанша максимально бар, соны қоссаңыздар, асты прям отқа пісқан пицца секілді болып шығады. Пицца дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар.